Сұлтан Рабат жалпы орта мектеп кітапханасына Төле би ауданы білім бөлімі тарапынан әдеби кітаптар берілді. Ұлы ақын Абайдың 175 жылдығына арналған сөйлейтін қаламы бар Абай тану әліппесі кітабын сіздерге таныстырамын. Бұл кітап 5-9 сынып оқушыларына арналған. Ол 4 кітаптан тұрады. Бірінші кітап «Жақсы ұстаз», мұғалімге арналған әдістемелік құрал. Екінші кітап «Жақсы ата-ана», ата-аналар үшін. Үшінші кітап «Жақсы құрбы құрдас», Абайдың хрестоматия түріндегі шығармалар. Төртінші кітап «Жақсы бала», Абай шығармалары мен өзін-өзі тексеруге арналған тапсырмалар жинағы. Сөйлейтін қаламның көмегімен балалар кітаптың мазмұнын тыңдай алады. Абай өлеңдерін үйренеді. Желтоқсан мен сол берек ай. Қараша, желтоқсан мен сол берек ай. Қыстың басы бір ерте, біреу жай. Ерте барсам жерімді жеп қоям деп, ақтырмамен күзеуде отырарбай. Кедейдің өзі жүрер малды бағып, отыруға отын жоқ үзбей жағып. Тоңған иін жылытып, тонын үйлеп, шекпен тігер қатыны бүрсен қағып. Білімдіден шыққан сөз. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез. Нұрын, сырын көруге көкірегінде болсын көз. Жүрек айна, көңіл ояу, сөз тыңдамас олбаяу. Өз өнері тұртаяу. Есек пен бұлбұл. Тойған есек шөп тоттап маңайдағы, соңырқап шатқа кетті қайғайдағы. Тентіреп, өлкен өрлеп келе жатып, жолықты бір бұлбұлға тоғайдағы.